Құрметті оқырман, лайк басып, видео соңында пікір қалдыруды ұмытпайық. Әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Тыныс терең демал. Мұрныңмен ішке, аузыңмен сыртқа. Әйтпесе қазір құлап қаласың. Фитнес жаттықтырушы жақындап келіп, тренажарды өшіріп, одан түсуге көмектесті. Бүгінге жетер. Жүрек талмасынан аман қалғанымызға шүкір, деп күлімсіреді ол. Бірақ көзінен алаңдаушылық байқалып тұрды. Сәуле демін ала алмай қалды. Ол оны пуфикке отырғызып, су бөтелкесін ұсынды. Кішкене жұтып ал, жеңілдеп қаласың. Рахмет, деп бірнеше жұтым судан кейін бөтелкені жаттықтырушыға қайтарды Сәуле. Өліп қала жаздадым, деді қыз, ештеңеден ұялмай. Бұл бейбақ жолдың қалай қолданатынын ешкім айтпады. Сервис дейді ой. Кешіріңіз, жаттықтырушы қолын кеудесіне қойды. Сізбен жеке жұмыс істеуге ұсынамын. Мұндай жағдай қайталанбас үшін. Есімім Айдар болады. Сәуле өзіне келіп, жас жігітке қызыға қарады. Ол грек құдайына ұқсайтын, оның шыққан денесі, кең иықтары мен мықты кеудесі керемет көрініп тұрды. Қозғалыстары тыныш, кейде тіпті бір қалыпты болатын. Биік маңдай, түзу мұрын, толық ерін және көгілдір көздері суретшілерді шабаттандыруға және әйелдерді ессіз әкетуге арналғандай болды. Өте қуаныштымын. Сәуле, ендеше сіздің жеке жаттықтырушыңыз болуыма рұқсат етесіз бе? Нұсқаушы өзінің сүйкімді күлімсіреуімен күлімсіреді. Айдар спорттық жоғары оқу орнын бітірген және сыртқы келбетінің арқасында элиталық фитнес-клубқа жаттықтырушы болып оңай жұмысқа орналасты. Оның бұл жерге үлкен үміттері болды. Өйткені мұнда байлар келіп жаттығатын. Ол клиенттерді мұқият қарады. Сәулені кездестіргенше. Айдар бірден жаңадан келген қыздың тренажерлерді нашар түсінетінін байқады. Бірақ ол шаршағанын күтті. Айдардың жолы болды. Сәуленің әдемі арық сары шашты екеніне, керісінше клуб толып жүрген целлюлитті ұшан теңіз бизнесвумен емес екеніне. Айдар кітапханашының ұлы, ол өзіне ант берді. Ол жалақыдан жалақыға дейін өмір сүрмейді. Бұл жолда да не тұрса да ол өзін өзі күтті. Тапқан ақшасын имиджге жұмсады. Бұл фитнес-клубтың көптеген келушілері онымен жеке жаттығулар өткізуді армандады. Бірақ Айдар әртүрлі сылтаулармен бас тартты. Ол лайықты кандидатты күтті. Аласа бойлы, сары шашты қызды бірден байқады. Ол өзін өте сенімді ұстамады. Бірақ ол әдемі көлікпен, қарапайым, бірақ стильді және қымбат киіммен келді. Оның бір ғана сөмкесі қала маңындағы бөлмемен бағасы тең тұрады. Бұл жағынан Айдар жақсы түсінетін. Сәуле, сіз маған әлі жауап бермедіңіз, деп жігіт оның сыртқы келбетін ойланып қарауын бөлді. Иә, деп есін жиды ол. Жарайды, мен келсемін. Айтпақшы, сізге залға не үшін бару керек? Сіз керемет формадасыз. Сіздің фигураңыз керемет, деп Сәулені кәсіби көзбен бағалады жаттықтырушы. Бұл менің емдеуші дәрігерімнің ұсынысы, деп ол ақпараттың жеткілікті екенін шешіп, егжей-тегжейлі айтуға ниеттенбеді. Айдар сұрауды жөн көрмеді. Бірақ бірінші мүмкіндікте клиент туралы көбірек білуді шешті. Сәуле болса, жаттықтырушыдан айырмашылығы бай отбасында өскені, оның анасы ірі өнеркәсіптік компанияның жетекші маманы болған, әкесі ресторан бизнесіне иелік еткен. Қыз әкесінің ізімен жүріп, институт, ресторан бизнесі және қонақ үй шаруашылығы менеджмент мамандығы бойынша бітіріп, оның мекемелерінде жақсы тағылымдамадан өтті. Енді Сәуленің әкесінен еш кем түспейтіні өз рестораны бар. Жарайсың қызым, жарайсың.
деп ол бірде Сәуленің мекемесіне барып, оны мақтады. Жақында менің қонақтарымды өзіңе аударып аласың. Оқуыңды бекер оқымағансың. Қойшы, папа, сен не дейсің? Бізде әртүрлі асханалар ғой. Сондықтан сенің уайымдауыңа еш негіз жоқ, деп күлді мақтанған Сәуле. Ол барлық уақытын жұмысқа арнады. Анасы тіпті қызының қартайып қыз күйінде қалатынына алаңдады. Өйткені ол жақында 35-ке толуы керек еді. Бірақ сыртқы түрі 25-тен аспайтын. Сәуленің осы уақытқа дейін Русланға деген мектептегі махаббатын есепке алмағанда ешқандай нақты қарым-қатынасы болған жоқ. Олар Сәуле институт оқуға кеткенде ажырасып кетті. Олар сол кезде қандай да бір ұсақ түйек үшін ұрсып қалған еді. Бірақ жастық ашуы мен ақымақ мақтаныш оларды ешқашан татуластырған жоқ. Енді дәрігер оған фитнеспен айналысуға кеңес берген кезде Айдарды кездестірді. Және соңғы уақытта алғаш рет жеке өмірі туралы ойланды. Залға келушілердің статусына қарамастан Айдар Сәуленің жеке жаттықтырушысы болды. Сәуленің омыртқасындағы қиындық туралы біліп, жаттығуларды осыған сәйкес таңдады. Ең бастысы асыра сілтемеу, жүктемені бірте-бірте сабақтан сабаққа көбейту. Сәуле орталықтан шығып бара жатып, кіре берісте тұрған және қалтасынан бірдеңе іздеп жатқан Айдарды байқады. Бірдеңе болды ма? Деп оған жақындады. Әмиянымды үйде ұмытып кеткен сияқтымын, деп ұялған күйде күлімсіреді ол. Таңертең көршім мені жұмысқа апарып тастады, сондықтан мен байқамадым. Мен сізді жеткізе аламын, деп ұсынды Сәуле. Сіз қайда тұрасыз? Айдар мекен жайын айтты. Бір жолмен барады екенбіз ғой, деп таңғалған және қуанған күйде айқайлады ол. Мұндайды сұрау ыңғайсыз, деп бастады Айдар. Бірақ Сәуле оны бөліп, мен ғой ұсындым, сондықтан сіз ештеңе сұраған жоқсыз. Міне, менің көлігім, жүріңіз. Жолда олар біраз әңгімелесті. Сәуле жаттықтырушыны кіре беріске дейін жеткізді. Сіз маған үлкен көмек көрсеттіңіз. Айдар қыздың қолын алып сүйді. Мен сізге қалай да бір алғыс айтқым келеді. Сізді мейрамханадағы кешкі асқа шақыра аламын ба? Жарайды, көрейік, деп күлімсіреді ол. Қайда апарады екен, деп ойлады Сәуле. Әкемнің мейрамханасына ма, әлде өзімдікіне ме? Ал сіз биіктіктен қорықпайсыз ба? Деп Айдар мұндай тез келісімді күтпеген күйде шабыттанып кетті. Қорықпайтын сияқтымын, деп иығын көтерді Сәуле. Онда мен сізді сағат 8-де алып кетемін, деп көліктен шығып ескертті Айдар. Үстіңізге қарапайым және жылырақ киініңіз. Айдар оны қызықтырды. Үйге бара жатып, жылы және қарапайым киім киюге болатын мекеменің атмосферасын елестетуге тырысты, бірақ таба алмады. Ал биіктік туралы сұрақ оны тығырыққа тіреді. Бұл жұмбақты шешу үшін кешті күту ғана қалды. Сағат 8-де Сәуленің үйінің терезесінің алдында көлік сигналы естілді. Айдар таксимен келді. Жылы джинсы шалбар, кең ары жылы кофта, спорттық аяқ киім. Сіздің ойыңызша мені мұндай киіммен мейрамханаға кіргізеді ме? Сәуле өзінің киімін көрсетіп, айналасында айналды. Әрине кіргізеді, деп күлді Айдар. Артқы есікті ашып, оған отыруға көмектесті. Ал сіз менің мекенжайымды қайдан білдіңіз? Таксиде отырып, ол қызығып сұрады. Сіздің анкетаңыздан көрдім, және ол қалайда бір есімде сақталып қалды. Такси аттракцион паркіне келді. Айдар Сәулеге көліктен шығуға көмектесті. Ал жүк шалғыштан үлкен сөмке алды. Содан кейін жүргізушіні жіберіп, бір нәрсе туралы жартылай дауыста сөйлесті. Мұнда мейрамхана бар екенін білмедім,
деп таңғалды Сәуле. Сіз әлі көп нәрсе білмейсіз. Айдар оған шынтағын ұсынып паркке қарай алып жүрді. Сиқырлы таяқшаның сілтеуі сияқты қаралау дөңгелегіндегі шамдар жана бастады. Кабиналардың бірі ашық болды және Сәуле онда жайылған үстелді көріп, шампан, бокалдар, жемістер, ірімшік арнайы қалпақпен жабылған. Керемет деп таңғалған Сәуле кабинаға кіріп айқайлады. Айдар, сіз романтик екенсіз ғой. Ол артынан есікті жауып қарама-қарсы отырды және дөңгелек қозғалып жұмыс істей бастады. Аттракциондар паркінен олар сол таксимен артқы орындықта бірін-бірін сүйіп қайтты. Тұр, ұйқылы қаншайым. Таңертең Айдар қолындағы табақпен кереуеттің шетіне отырды. Кофе суып жатыр. Маған ешкім кереуетке кофе әкелмеген, деп күлімсіреді Сәуле. Ал менде ешқашан мұндай керемет әйел болған емес. Айдар тамақты кереует жанындағы тумбочкаға қойып, Сәуле жамылғасының астына кірді. Сол кезден бастап Айдар Сәулемен бірге тұра бастады. Бірнеше айдан кейін үйленуге сөз салды. Айдар, сенен 12 жас үлкен екенімді жақсы білесің. Сәуле болып жатқан нәрселерге байыппен қарады. Мен сіздің паспортыңызды көрмейінше бұған сенбедім, деп мойындады жас жігіт. Маған сіздің қанша жаста екеніңіз бәрібір. Маған сізбен жақсы және жайлымын, деп айтқысы келді. Бірақ уақытында есін жинады. Сенімен бірге жаным тынышталады. Ал саған ше? Маған да, Айдар, шынымен де маған да. Сәуле шын жүрегімен айтты. Иә, оның салыстыратын ештеңесі жоқ еді. Ата-анасы қызын ақылға келтіруге тырысты. Сәуле, бұл бір түсті екенін түсініп тұрсың ба? Өзіңе сенімдісің бе? Ол бізге ұнамайды. Анашым, әкешім, ең бастысы ол маған ұнайды, деп ол ата-анасының үйлену тойын кейінге қалдыру туралы үгіттеріне бой бермеді. Сәуле, сен оның сенің ақшаңа мұқтаж емес екеніне сенімдісің бе? Құрбысы да жаттықтырушының сезімдерінің шынайылығына күмәнданған. Сіздер не, сөз байластыңыздар ма? Деп ашуланды Сәуле. Мені тек ақша үшін ғана жақсы көруге бола ма? Ал адам ретінде мен мүлдем нөлмін бе? Иә, ол барлық жақындарымен ұрсып қала жаздады. Сәуле мен Айдар ақыры күнді белгіледі, бірақ тойламайтын болды. Олар ЗАГСте тіркеліп, бал айына ұшып кетті. Оралғаннан кейін Сәуле мекемелер желісін кеңейтуді шешіп, қайтадан жұмысқа кірісті. Ол күйеуіне өзімен бірге жұмыс істеуді ұсынды, бірақ ол бас тартты. Маған өзімнің жұмысым ұнайды, мен оны өзгерткім келмейді, деп мәлімдеді Айдар. Және айтпақшы, сен қашан жаттығуды жалғастыруды ойлайсың? Айдар, менің қазір оған уақытым жоқ, деп қолын сілтеді Сәуле. Және арқам қайтадан ауырып қалды, кеңес алуға бару керек. Бала кезінде Сәуле шаңғы теуіп жүріп, тау беткейінен құлап қалған. Содан бері ол хирургия бөлімінің жиі қонағы болды. Соңғы рет дәрігер оған жеңіл физикалық жүктемелер жасауға кеңес берді. Сондықтан ол фитнес орталыққа барған болатын. Онда созба, деп кеңес берді оған күйеуі. Сау арқа бұл өте маңызды. Бірақ Сәуле ауруханаларға баруға ешқашан уақыты болған жоқ. Жақында жаңа мейрамхана ашылуы керек еді. Ол барлық уақытын жұмыста өткізді. Кейде қалыпты тамақ ішуге, демалуға және тіпті ұйықтауға да үлгермейтін. Сонымен бірге ол күйеуінің қалай алыстай бастағанын байқамады. Ал мұның бәрі оның үйінде жиі болмауынан және оның жаңа клиенті пайда болуынан жас, керемет брюнетка маникюр салоны желісінің иесі. Ол Сәуледен айырмашылығы фитнес орталықтарға жиі баратын және осы жерге абонемент сатып алып, бірден келбетті жаттықтырушыға көз тікті.
тіпті армандама, деп оның жалынын басқа әйелдер басуға тырысты. Ол үйленген, ал оның әйелі соншалықты қарапайым емес. Сенің тырнақтарыңмен оған жету қиын. Көреміз, кімге және кімге жету қиын, деп мысқылдады маникюрші. Ол ер адамдарды өзіне тарта білетін және Айдарда да ерекшелік болған жоқ. Жаңа мекеменің ашылу сәтті өтті. Бірақ Сәуле барлық стресстерден, ұйқының қанбауынан және қажытатын жұмыстан кейін өзін нашар сезінді. Оның ең көп мазалағаны арқасының күшейіп бара жатқан ауруы. Аналгетиктер де, қабынуға қарсы препараттар да көмектеспеді. Сәуле, сен өзіңе бір қарашы, деп құрбысы оған айнаны түртті. Сен осы жұмысыңмен сұр түсті болып кеттің, бетіңде тек көздерің қалды. Және олардың астында көгерген сені ұрғандай, және арқам қайтадан ауырып қалды, деп шағынданды Сәуле. Ауырсыздандырғыштар да көмектеспейді. Кейде мен тіпті қатерлік ісікпе де ойлаймын. Үйге оралған Айдар онкология туралы соңғы сөздерді ғана естіді. Институтта да ешқашан мұндай жылдамдықпен жұмыс миы осы кезде дереу іске қосылды. Егер оның рагы болса, деп ойлады ол, онда мен жақында жесір қаламын. Ал бұл мұраға қалатын үлкен байлық. Мен сонда бай өмір сүремін. Сәлеметсіз бе, Айдар? Сәуленің құрбысы тұрып кететін болды. Әйеліңді мамандарға кеңес алуға апарсаңшы, оның қалай көрінетінін көрмейсің бе? Сәлеметсіз бе? Айдар оған басын изеді. Әрине апарамын. Ешқандай проблема жоқ. Қажет емес, мен өзім барамын, деп қолын сілтеді Сәуле. Мен қабылдауға жазылдым. Мадина ешқашан Айдардың оның құрбысына махаббатпен үйленгеніне сенген емес. Ол бұдан былай Сәуленің көзін ашуға тырыспады, бірақ Айдардың бір күні қателесетініне қатты үміттенді, және бұл күн келді. Кафеде түскі ас ішіп отырып, Мадина артында таныс адамның дауысын естіді. Мұнда отырайық, және ол Айдарға тиесілі болды. Мадина қазір құрбысының кездестіремін деп ойлап, айналып қарай жаздады. Бірақ әйелдің дауысы Сәулеге тиесілі емес еді. Біз неге бұл асханаға келдік? Саған не? Әйелің қаржыландыруды қысқартты ма? Неге бірден олай дейсің? Деп ақталды Айдар. Мадина фондағы диктофонды қосып, оны көрші үстелге жақынырақ жылжытты. Мен саған бір нәрсе айтуым керек, деп Сәуленің күйеуі наразылықпен пысқырып жатқан қыздың астында жалғастырды. Менің әйелім өлім ауруымен ауырады. Мен оның қатерлі ісік туралы айтқанын естідім. Менің ойымша бұл омыртқамен байланысты, бірақ мүмкін басқа нәрсемен де байланысты шығар. Мен жақында бос және бай боламын. Біз қалаған жерге бара аламыз, қалаған затымызды істей аламыз. Оңбаған, деп Мадина тұрып, оған ыстық шайды бетіне шашып жібермеу үшін өзін әрең ұстады. Ол Айдар мен оның сүйіктісі келешектегі бақытты бірге өмірі туралы айтып бітіргенше отырды. Терезе айнегі арқылы бұл жұптың бірнеше кадрын жасады. Мадина ойланып қалды. Құрбысына мұның бәрін айту керек пе, әлде жоқ па? Диктофонды өшіріп, Мадина Сәулеге қарады. Ол кафеде естіген әңгіме туралы айтуға бел буды. Сәуленің айқайлауға, көз жас төгіп жылауға шамасы болмады. Ол тек ащы күлімсіреп, ойлай берсін солай. Мен кеңес алуға бардым. Маған ота жасауды ұсынды. Айдар оның қиын екенін және кепілдік жоқ екенін айтайық. Не істейтінін көрейік. Ал әзірге мен не істеу керектігін ойланамын, деді. Айдар Сәуле өзін әдеттегідей ұстауға тырысты. Мен клиникаға жатамын. Ота қиын. Мүмкіндік 10%-дан 90%-ға. Сен мұнда менсіз жүре аласың ба? Әрине. Айдар қуаныштан күліп жібере жаздады. Ол үйде жалғыз қалады, бірақ уақытында өзін қолға алды. Ал сен ұзаққа ма? Білмеймін, қалай болады екен.
деді Сәуле. Бірнеше күннен кейін эксплуатацияға дайындық үшін ауруханада жатқан кезде Мадина Айдарды кездейсоқ кездестірді. «Сәлем», деді ол қайғылы жүзбен. «Жаның ауырғанына қайғырамын. Шыда, дәрігерлер ешқандай мүмкіндік жоқ деді. Сен әйеліңді барып көрсеңші, оған қазір рұқсат етіледі». «Ой, ол қандай өкінішті», деп Айдар оның сөзін бөлді. «Мен біліктілікті арттыру үшін іс сапарға жіберіліп жатырмын. Бүгін кетіп бара жатырмын. Тіпті қоштасуға да үлгермеймін. Билет қалтамда, жүгіру керек. Менен Сәулеге сәлем айт, өкінгенімді айт». Мадинаның тіпті қолы қышып кетті. Ол ұзын тырнақтарымен осы ұятсыз әдемі бетке жабысқысы келді. Неге Сәуле мұндай құбыжыққа жолықты екен, деп ойлады ол. «Жарайды, жеткізем». Мадина кері бұрылып, қалағанын жасамағанша тез кетіп қалды. Бір айдан кейін Сәуле оңалту орталығына келді. Бас дәрігер оны жеке қабылдады. Өйткені Сәуленің әкесі оның досы болған. Дәрігер оны жас кезінен білетін. «Не істедің, Сәуле?» Қарт дәрігер ауру тарихын және ауруханадан шығару қағазын қарап шықты. «Ота сәтті өтті. Неге сен соншалықты ұзаққа создың? Ертерек ота жасатар едің. Ауруың ертерек тоқтар еді. Бірақ ештеңе етпейді. Қазір мен саған массаж бен физиотерапияға жолдама жазып беремін. Бізде жаңадан туғандай боласың. Бізде қандай массажист бар екенін білесің бе? Қолдары алтын». Кабинетте ешкім болған жоқ. Сәуле айналасына қарады. «Шешініп, үстелге жатыңыз», деп ер адамның дауысы естілді. Көршілес кабинетке апаратын есіктен шықты. «1 минуттан кейін келемін». Сәуле иығын көтерді. Шешініп, жамылғыны өзіне тартып, массаж үстеліне жатты. Ол көзін жұмды. Массажист кабинетке кіргенін естіді. «Жарайды, бізде мұнда омыртқа не болып жатыр?» деп ол кенеттен үндемей қалды. Айтпай қалды. Содан кейін сыбырлап, «Сәуле?» деді. Ол көзін ашты. Оның алдында Руслан тұрды. Ер жеткен, шашы ағарған. «Руська», өз кезегінде ол да абдырап қалды. «Сен мұнда не істеп жүрсің?» «Жалпы мен мұнда жұмыс істеймін». Руслан да өзінің бірінші махаббатын үстелінде көргеніне таң қалды. «Ал сен, демек, отадан кейін қалпына келудесің бе?» «Иә». Сәуле жұқа жамылғының астында өзін ыңғайсыз сезінді. «Жарайды, біз сені қалпына келтіреміз. Бұрыл», деп мысқылдады Руслан. «Мен теріс айналамын, уайымдама. Дегенмен мен онда не көрмедім. Бұл бұрын болған», деп Сәуле оны тоқтатты, және ол қарнымен жатты. Сол сәтте күшті, бірақ нәзік қолдар өз жұмысына кірісті. Сәуле бірдеңе сұрағысы келді, бірақ Руслан оны бөліп, «Қазір сен де, мен де үндемейміз. Бұдан шығып сөйлесейік», деді. Ол келісімін берді. Ол солай жата бергісі келді. Киініп болған соң қолын жуып жатқан Русланға, «Сенің қолың шынымен де алтын екен. Бұны қайдан үйрендің?» деді. «Менімен бірге түскі ас ішпейінше айтпаймын», деді Руслан. Мұның әсерінен Сәуленің денесі тітіркеніп кетті. «Сен жұмыстасың ғой», деп таңғалды ол. «Менде үлкен терезе бар», деп оны тыныштандырды. Аурухана асханасы, кафеден еш кем болған жоқ. Сәуле мен Руслан бос үстелге отырды. «Жарайды, айт». Оның өмірі туралы естігісі келді. «Қайдан үйрендің?» «Курстарда, жалпы мен медициналық жоғары оқу орнын бітірдім». Руслан оған қайтадан қарады. Ол мектеп оқушысындай қызарып кетті. «Мен сені іздедім», айтпақшы. Ол одан көз айырмады. «Тыңда, сен мүлдем өзгермепсің, әлі күнге дейін жоғары сынып оқушысындай көрінесің. Және бізбен бірдей жаста екеніңді айтпайсың да. Кішкентай ит қартайғанша күшік деген мақалды білесің ғой», деп күлді ол. «Ал жеке өмірің қалай?» «Сен сияқты қызды әлі таппадым». Русланның қалжыңдап тұрғанға ұқсамады, және Сәуле қайтадан қызарды. «Қойшы сені»,
деп қолын сілтеді ол. Қалай қалжыңбас болсаң солай қалдың. Сәуле, бұл қалжың емес. Руслан шынайы болды. Мен үйленгенмін, бірақ үнемі сен туралы ойладым. Тіпті баланың пайда болуы да мұны өзгертпеді. Біз жақсы ажырастық, достар болып қалдық. Ұлым маған жиі келеді. Ал сен қалай өмір сүріп жатырсың? Енді ешқалай, деп күрсінді Сәуле. Және Айдармен қалай танысқаны, үйлену тойы, оның опасыздығы туралы айтып берді. Ал сен туралы ойлауға өзіме тыйым салдым. Әйтпесе түбіне кетіп, қол жеткізгеніме қол жеткізбес едім. Қазір тоқта. Руслан соңғы сөзін естімегендей болды. Күйеуің парк жанындағы фитнес орталықта нұсқаушы болып істемейді ме? Иә, мен саған айттым ғой. Сәуле бұл сұрақтың не үшін қойылғанын түсінбеді. Сәуле, бұл менің орталығым, деп күлімсіреді ол. Қалайша сенікі, деп таңғалды ол. Сен массажистсің ғой? Массажист? Бұл хобби. Маған қолмен жұмыс істеу ұнайды. Ал жалпы менде фитнес орталықтар, клубный және массажный салондарының желісі бар. Және сен өзіңнің жігітіңді іліп алған жерде ерекшелік емес. Жарайды, ашуланба, мен сені ренжіткім келмеді. Руслан Сәуленің ширығып қабағын түйгенін байқады. Одан да жақсы немен айналысып жатқаныңды айтшы. Ол өзінің мейрамханалары туралы айтып берді. Және ол неғұрлым көп айтқан сайын Русланның көзіндегі құрмет пен таңданыс соғұрлым күшейе түсті. Мен сенің соншалықты қарапайым емес екеніңді әрқашан білгенмін, Дюймовочка, деп оны мектепте жүргенде шақырған ескі лағап атымен атады. Және көп нәрсеге қол жеткізетініңді білгем. Ал жарақатың қайдан? Есіңде ме, біз сыныппен тау курортына барғанбыз. Мен сол жерде құладым. Сәуле оның есінде екенін ойламаған еді. Бірақ Руслан оған таңдана қарады. Бұл сол жолы ма? Ол басын изеді. Менің санамда дәрігерлікке барып, массажист болудың жеңілмейтін тілегі қайдан болғаны десем, деп күлді ол. Сенің менің көмегіме мұқтаж болатыныңды білгендеймін. Сәуле, бұл тағдыр ғой. Сен олай ойламайсың ба? Русик, сонша жыл өтті, бәрі өзгерді, деп қарсылық білдірді ол. Мен бәрі сол күйіндемін, ештеңе өзгерген жоқ. Енді тек сәл толықсып шашым ағарды, деп күлді ол. Сен аз өзгердің, мүлдем аз. Қандай да шешімсіз болып қалғансың. Осымен әзілдеусілер аяқталды, және олар түскі асты жалғастырды. Сәуле, мен сені енді ешқайда жібермеймін, деп оның қолын ұстады Руслан. Және оған өзінің сұр кездерімен қарады. Барлық жерден табамын. Ал сен менің мұны қалайтынымды сұрадың ба? Сәуле оның көзіне қарады. Сен мұны қалайсың ба? Деп оның қолын кеудесіне қысты. Қалаймын. Сәуле ішінен көбелектер пайда болғанын сезді. Бұл мектептен кейін Русланмен айырысқалы бері бірнеше рет болды. Бірақ мен күйеудемін. Ой, деп пысқырды Руслан. Бұл не проблема ма? Сендердің менің түсінгенімше балаларың жоқ. Ажырасу ол керемет нәрсе. Айдар Приморск қалашығында үйірмелеген жарты жыл оған байқалмады да. Оның маникюршісі істерде тынымсыз еді. Ойын-сауыққа, жаңа әсерлерге құмар болды. Оның жанындағы өмір қайнап жатқан толассыз мерекеге ұқсайтын. Айдар мүлдем әйелін есіне де түсірмеді. Оған көңілдесі ескертпегенше. Айдар, қайтатын уақыт келді. Менің бизнесім менің араласуымды талап етеді. Ал сенің мұраң сені күтіп тұрған шығар. Мен біз үшін мұндай ақшай жұмсай алмаймын. Және сен маған бұл демалыстың орнын толтыруға уәде бердің. Күмәнданасың ба? Бұл жарты жыл мен үшін өмірімдегі ең жақсысы болды. Біз жақында байлыққа қол жеткіземіз, деп оны сендірді Айдар. Келгеннен кейін оны күтіп тұрған тосын сыйларды білместен. Бірінші тосын сый Сәуленің үйінде күтіп тұрды. Ол әуежайдан бірден сол жерге бет алды. Ер адам, саған не керек? Деп есікті Айдар өз кілтімен ашпақ болғанда,
бір үлкен амбал ашты. Кілт құлыпқа келмеді. Не болды бұған? Деп аң-таң болды Айдар. Мен мұнда тұрамын. Сіз бір нәрсені шатастырдыңыз. Үй сатылды. Мен мұнда 3 айдан бері тұрамын. Сондықтан мен сіздің бетіңізді түзетпейінше мына жерден кетіңіз. Деп амбал Айдарға қадам жасады. Жарайды, мен кетіп бара жатырмын. Бірақ менің заттарым мұнда еді, деді Айдар. Сіздің заттарыңыз от жағар жерде жанып кетті. Сондықтан сау болыңыз. Үйдің жаңа иесі Айдардың көзінше есікті жауып тастады. Не болып жатыр? Деп жігіт іштей күбірлеп, екінші тосынсый оны күтіп тұрған фитнес орталыққа бет алды. Сіз қайда бара жатырсыз? Кіре берісте оны күзетші тоқтатты. Мен мұнда жұмыс істеймін. Айдар өтіп кетпекші болды. Бірақ резеңке тайқ оның кездесуіне тірелді. Алаңдатпаңыз, жігіт. Сіз жұмыстан босатылдыңыз, деді күзетші. Сол таяқпен Айдардың фотосы ілінген стендтегі хабарландыруды нұсқап. Жұмыстан шығару туралы бұйрық және орталыққа кіруге тыйым салу. Не үшін? Деп ашуланды Айдар. Барлық сұрақтар басшылыққа, деп күзетші оны итеріп тастады. Мені мүлдем кіргізбейді ме? Деп шыдай алмай айқайлады Айдар. Мейрамханада түскі ас ішіп жатыр, деп жауап берді күзетші. Оны есіктен шығарып жерді. Мұнда мейрамханалар көп қой, қайдан іздеймін? Деп бұрынғы жаттықтырушы ашуланып түкірді. Енді ол Сәуледен өзіне тиесілі мұрагерлік құжаттары қайда екенін білуі керек еді. Оның тірі емес екеніне мүлдем күмәнданбады. Мүмкін оның мейрамханасында біреу бірдеңе білетін шығар, деп шешті ол. Және тікелей сол жаққа бет алды. Оның қандай таңғалыс болғаны үстелдің үстінде ол тірі және гүлденген Сәулені оған сәл таныс болып көрінген бір ер адаммен көрді. Мақта аяқтарында Айдар жұпқа жақындады. Сонда сен тірісің ба? Деп айта алды ол. Және оның серігіне қарады. Руслан Қайратұлы. Бұл Айдар жұмыс істеген және оны жаңа ғана қуып шығарған фитнес орталығының иесі еді. Айдар, қош келдің. Сәуле оған жарты сағат бұрын айырылысқандай таңғалыста ашулану да білдірмеді. Сен жақсы келдің, әйтпесе бұл қағаз менің сөмкемде жақын арада жоғалып кетер еді, деп ол қандай да бір құжатты алып оған созды. Бұл неке бұзу туралы куәлік еді. Өзімді ұстап тұруға батылым жетпейді. Руслан Айдарға қарап үстелден тұрды. Және менің әйелімді енді мазаламауыңызды сұраймын. Айдарға тез кетіп қалудан баста ештеңе қалмады. Соңғы үміт оның сүйіктісінде болды. Сәлеметсіз бе? Деп ол Айдар көрсеткен куәлікке қарады. Не болды? Енді мен сені ұстаймын ба? Менің қарызымды қалайда қайтар. Менің жігіттерім сізді барлық жерден табады. Бірақ менде ақша жоқ. Сәуле тірі. Мені жұмыстан қуып жіберді, деп Айдар жылап жібере жаздады. Онда жұмыс істе, деп бұрынғы сүйіктісі иығын көтерді. Ұзақ уақыт маникюрный салондарында еденді жуып, клиенттерге кофе таратып, көшеде жарнама қағаздарын таратып жүрген әдемі атлетті көруге болатын. Өйткені оны енді бірде-бір фитнес орталыққа алмайтын еді. Ал Сәуле мен Русланның отбасында 1 жылдан кейін толықтыру болды. Олардың керемет қызы дүниеге келді.